коллекторлардың жұмысын реттеу үшін заңнамаға өзгеріс енгізіледі. Коллекторлық қызметті реттеуді қатаңдатуға бағытталған заңнамалық түзетулер блогы әзірленді. Бұл туралы Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Нұрлан Әбдірахмановтың мәжіліс депутаттарының сауалына берген жауабында айтылған. 2021 жылы агенттік 25 коллекторлық агенттікке жоспардан тыс тексеру жүргізді. Олардың үлесінде кредит бойынша берілген берешектің жалпы көлемінің 75%-дан астамы тиесілі. Тексеру қорытындысы бойынша агенттік коллекторлық агенттіктерге қатысты 20 жазбаша нұсқама, 2 жазбаша ескерту қолданды дейді ол. Оның атап өтуінше нәтижесінде жалпы сомасы 42,2 миллион теңгеге 91 әкімшілік жаза белгіленді. Коллекторлық агенттіктердің 15 қызметкері жұмыстан шығарылды. 2022 жылдың 9 айында 31 коллекторлық агенттіктің бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыру нәтижелері бойынша тізілімінен шығарылды. Агенттік жүргізілген тексерулердің анықталған бұзушылықтар мен азаматтардың шағымдарының қорытындылары бойынша коллекторлық қызметті реттеуді қатаңдатуға бағытталған заңнамалық түзетулер блогын әзірледі, дейді Нұрлан Әбдірахманов.